Халқымызда барлық істерді оңшылдықты жақсы көру үрдісі бар. Игілікті іс бастағанда іс оң болсын деп тілек тілеген. Мейрам мерекелерде де ұлыс оң болсын деп құттықтаған. Әрбір істі оң жақтан бастағанды дұрыс көрген. Адамдармен амандасқанда оң қолмен амандасқан. Бір нәрсе бергенде немесе алғанда оң қолмен оң жақтан бастаған. Үйге кіргенде оң аяқпен кірген. Жаңа түскен келінді босағадан оң аяқпен аттатқан. Алғаш қадам басқан балаға, жаңадан келген кісіге қадамың оң болсын деп тілек айтқан. Жағымды нәрселерді жалпы оңды деп бағалаған. Бұл ұғымның мұсылмандық ұстанымға да қатысы бар. Құран кәрімде Уақиға сүресінің 27 аятында жұмақтар оң жақ иелері деп сипатталған. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір істі оң жақтан бастағанды ұнатқан, әрі үмбетіне де солай үйреткен. Дәрет алғанда да, аяқ киім кигенде де, шашын тарағанда да, тамақ жегенде де оң жақтан бастағанды ұнататын. Біздер де қазірден бастап өзімізді оң жаққа, оңшылдықты жақсы көруге үйретсек, кішкентай сәбилерімізді де оң жақпен жүріп, оң қолмен тамақ жеуге үйретсек, иншалла, тілеген әрбір тілегімізде оң болар.